Дағдарысқа қарамастан Жамбыл облысының экономикалық қарқыны бәсеңдемеді. Биылғы жылдың 11 айында 242 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Бұл туралы Астанада баспасөз жиынын өткізіп есеп берген өңір басшысы мәлімдеді. Кәрім Көкірекбаев аймақтың аяқ алысын баяндады. Химия өнеркәсібі алға басып келеді. Еврохим, Тараз химия парк сияқты ірі жобалар жүзеге асып жатыр. Түбі бұл нысандардың маңайында ондаған шағын зауыттар ашылады. Бастысы Әулиеата өңірінде жұмысшылар қысқармаған. Бұл өңірдің жетістігі, ал кемшін тұстарда жоқ емес. Инвестициялық жобалардың тұралап тұруы және тұрғын үй шаруашылығына белгілген қаражаттың қалай игерілгені жайлы әріптесі Мұхтар Абраим әңгімелейді. Жайсаң жұрттың мекені Жамбыл облысы. Индустриялық аймақты айтуға келмей тұр әзірге. Өңірде 33 инвестициялық жоба жүзеге асырылғанмен 9-ы тұралап тұр. Жоспарланған қуаттылыққа жете алмай. Аймақтың экономикасын өрге қарай домалатар кәсіпорындар қашан толық қуаттылыққа көшеді. Оған әкім жауап берді. Эти проекты, которые были в 2013-2014 году, в 2016 мы уже планируем где-то на 70-80%, в 2017 они выйдут все на 100%. Алдыңғы жобалар аяқсыз қалмауы тиіс. Түбі мақсатқа жетсек игі. Өндіріс бойынша былтыр бірінші орынға шыққан Жамбыл өңірі биыл бұл салада 10%-ға құлдырады. Биыл ол 10%-ға төмендеп кеткені, біздегі ең градообразующий предприятие бұл Казфосфат. Казфосфаттың өндіріліп атқан фосфоры мынау сұранысқа сәл дағдарысқа байланысты төмендеп кетті. Осының бірақ себебі осы. Жалпы өңірдің аяқ алысы жаман емес. Серпінді жобалар, инвестициялар көп, сырттан тартылған. Жыл басынан бері 16 миллиард теңгенің инвестициялық жобалары жүзеге асқан. Оның бір парасы ауыл шаруашылығы саласын қамтиды. Жамбыл аграрлық аймақ, бірақ судан тарлық көріп отырғанына көп жылдың жүзі болды. Десе де биыл қырғыз ағайынмен арпаласқан біз жоқ. Ал мәселені түбегейлі шешу үшін 4 кіші су қоймасын салу қажет деді әкім. Биылғы жылы мен сіздерге айтып отырмын, қырғыз жағынан да ешқандай қиыншылық, су жағынан ешқандай қиыншылық болған жоқ. И жаңбырлы жылғы болғаны байланысты біздің өзіміздің мынау ауыл шаруашылығындағы атқарылып жатқан жұмыстарымыз ойдағыдай болды. Кәрім Көкірекбаев есеп беру үшін орталық коммуникациялар қызметіне осымен екінші рет келіп отыр. Орталықтың тілшілерімен сұхбаттасуға тәжірибе баршылық. Журналистердің сұрағына лезде жауап қатып отырды. Көбіне экономикалық, әлеуметтік мәселелер, өнеркәсіп, инвестиция, ауыл шаруашылығы, ауыз сумен қамту, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту. Айтпақшы, соңғысы бойынша мемлекеттен 2,7 миллиард теңге бөлінген. Оның 56%-ы игерілмей қалды. Себебін тұрғындардың төлем қабілетінің төмендігімен ұштастырды әкім. Мұхтар Абраим, Серік Қоңырбаев, қорытынды жаңалықтар.